Бердімұхамед Маратбекұлы 1996 жылы Түркістан облысы Төле би ауданы Ленгер қаласында дүниеге келдім. Балалық шағымнан музыкаға әуес болдым. Музыка маған өте қатты ұнады, ән айту. Содан мектеп бітіргеннен кейін мен осы мамандықты таңдаймын деп шешім қабылдадым. Содан 2014 жылы Ақмола облысы Көкшетау қаласы Ақан сері атындағы мәдениет колледжіне халық аспаптар оркестрі мамандығына оқуға түстім. Колледж қабырғасында жүріп бірнеше конкурстардың лауреаты атандым. Облыстық, аймақтық, халықаралық конкурстардың жүлдегерімін. 2016 жылы өткен Қарағанды қаласындағы Ақсұңқар байқауының 2-ші орын лауреатымын. Алматы қаласында өткен Таңғы шоуы телевизиялық жобаның 1-ші орын лауреатымын. Және де бірнеше көптеген конкурстардың лауреатымын. Колледж қабырғасын 2018 жылы бітіріп, Көкшетау қаласында мектепте ұстаздық жұмыс атқардым. 2019 жылдан бастап Зеренді ауданында мәдениет үйіне жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда музыкалық топтың жетекшісімін. Қазіргі таңда бізге мемлекет берер көмегі өте көп, берері көп, аларымыз көп. Соның арқасында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша қазіргі таңда өзіме пәтер алдым. Құрметті жастар, өсіңіздер, жемісін көріңіздер.